Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Кавказ елінің, яғни Дагестандық курзе манты дайындайтын боламыз. Өте ерекше манты, сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен фаршқа майда етіп туралған пиязды саламыз. Сосын аскөк және де петрушканы қосамыз. Өзіңізге ұнайтын специялар, менде қарабұрыш, тұз, кориандр, паприка, осының барлығын саламыз. Және де салмамыз осылай сочный болып шығу үшін 2-3 ас қасық өсімдік майы немесе зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Төменде описаниеде қамырдың рецептісін жазып қалдырып кетемін. Қамырды біз кәдімгі өзіміздің мантыға арналғанда етіп, илеп, оны жақсылап чұқалап жайып аламыз. Сосын оны пияламен, яғни дөңгелек формасын кесіп шығарамыз. Барлығында кеуіп кетпес үшін бетігін жауып қойып, осылай видеода көрсетілгендей бір ас қасық салманы салып, осылай түйе бастаймыз. Басында кішкене күрделі болуы мүмкін, бірақ кейіннен қолыңыз үйреніп кетеді. Жалпы осы дагестандық курзе мантыны пельмен ретінде де осылай қайнап тұрған суға пісіріп алады. Немесе екінші варианты ол манты сияқты мантаваркада пісіріп алады. Осы жолы мен мантаваркада пісіруді ұйғардым. Яғни әр қайсысын мантаварканы майлап, оның үстіне осы курзе мантыны қойып, оның үстінде кішкене маймен, кесічкамен немесе қолмен жағып шығамыз. Сосын оны 45 минуттай пісіріп аламыз. Негізі бұл бір ерекше мантының кәдімгі мантыдан айырмашылығы бар. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер, құпиясының барлығы салмасында. Егер де менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.